Сәлем достар, біз бүгін жүректің өткізгіштік жүйесі туралы талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге мен, Гүлбану Ғаниқызы, бұл менің каналымдағы алғашқы видео, сондықтан лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен біз жүректің бөлімдеріне тоқталып өтейік. Жүрек бізде 4 бөлімнен құралады. Олар оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Бүгінгі видеода біз жүректің өткізгіштік жүйесі дегеніміз не, импульстар қалай пайда болып, қалай беріліп отырады, осы сұрақтарға жауап табатын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен жүректің өткізгіштік жүйесі дегеніміз не? Бұл бізде жүректің барлық бөлігін импульстармен қамтамасыз ететін, жүректің бағынбайтын автоматизмдік қызметі. Ең алдымен жүректегі импульстарды бізде синатриалды түйін өндіріп шығарады. Мен бұл жерде қысқартып жаздым. Синатриалды түйін ең алдымен атына мән береміз. Синоатриалды венозды синус пен атрио бізде жүрекше. Жүрекшенің аралығында орналасқандықтан синатриалды түйін деп аталған. Синатриалды түйіннен бізде Бахман, Венкебах және Торель аяқшалары арқылы оң жақ және сол жақ жүрекшелер импульспен толықтай қамтамасыз етіледі. Осы аяқшалар бізде атриовентрикулярлы түйінге импульстарды алып келеді. Атына мән береміз. Атриовентрикулярлы түйін. Атрио жүрекше, вентрикулум қарынша. Жүрекшелер мен қарыншалардың шек арасында орналасқандықтан бұл атриовентрикулярлы түйін деп аталады. Атриовентрикулярлы түйін импульстарды гиш шоғырына қарай береді. Гиш шоғыры бізде оң жақ және сол жақ аяқтарына бөлінеді. Яғни осы гиш шоғырының аяқшалары арқылы бізде оң жақ қарынша және сол жақ қарынша толықтай импульстармен қамтамасыз етіледі. Сонымен сіздер өздеріңізге конспект ретінде жазып алсаңыздар болады. Синатриалды түйін импульс өндіріп шығарады. Синатриалды түйіннен импульс Бахман, Венкебах, Торель аяқшалары арқылы атриовентрикулярлы түйінге барады. Атриовентрикулярлы түйіннен гиш шоғырына, гиш шоғырынан оң жақ және сол жақ гиш шоғырының аяқшаларына тармақталады. Гиш шоғырының аяқшалары бізде Пуркини талшықтары арқылы одан әрі қарай импульстармен толықтай қамтамасыз етілетін болады. Сіздермен болған мен, Гүлбану Ғаниқызы, келесі видеода кездескенше.